Әскери мамандар даярлайтын азаматтық қорғау және Қарағанды заң академиясы Көкшетау техникалық университеті жастарды оқуға қабылдайды. Темірдей тәртіпті талап ететін салада қызмет атқару жауапты әрі күрделі міндет. Әскери оқу орындарына түсу үшін қандай шарттар қойылады? Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте сала басшылары баяндады. Иыққа жұлдыз тағып, ел тыныштығын күзетуді қалайтын жастарға мол мүмкіндік бар. Биыл Ішкі істер министрлігінің Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды заң академиясы қос мамандық бойынша талапкерлерді қабылдайды. Бірі сотқа дейінгі тергеу, екіншісі жедел криминалистік қызмет. Талапкерлер кешенді немесе ұлттық бірыңғай тестілеуде 50 балдан жоғары жинауы керек. Әрі дүниежүзі тарихы, адам, қоғам, құқық пәндерін таңдауы тиіс. Әр пән бойынша 5 балдан кем болмауы тиіс. Профильді пәндер қосқанда. Оқуға түскеннен кейін курсанттардың оқуы, тамақтануы, киім-кешек және демалыс мезгілдері жолақысы мемлекет атынан толық қамтылады. Қыздарға бойы 160 см болу қажет, ер азаматтарға 170 см болу керек екенін хабарлаймын. Сондай-ақ талапкерлер медициналық тексерістен өтеді, кейін нормативтік сынақ тапсырады. Оқу мерзімі 4 жыл. Академияны аяқтаған курсанттарға полиция лейтенанты шені беріледі. Ал төтенше жағдайлар комитетінің Көкшетау техникалық университетіне қабылдану үшін физика, математика пәндерін жетік білу шарт. Қатарға қосылған жастарға қаржылай қолдау көрсетіледі. Қазірдің өзінде облыс бойынша 60-тан астам азаматтан өтініш келіп түскен. Институт готовит по 3 специальностям. Университет өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайлардың алдын алу және авариялық құтқару мамандықтары бойынша оқуға қабылдайды. Таңдау пәндері физика, математика. Талапкерлер кейін 100 метр, 3000 метрге жүгіруден сынақ тапсырады. Оқуға қабылданған жастардың жатын орны, тамағы, киім-кешегі мемлекет тарапынан беріледі. Сала басшылары әскери маман даярлайтын қос оқу орнының түлектері де кейін толықтай жұмыспен қамтылатынын айтады. Еркебұлан Смадияр, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық арнасы.